200 бала шын айтқанда жаңа әлеуметтік осал топ санатындағы отбасылардың балалары. Мен ол балаларды олардың көздерінен кәдімгі от көрініп тұрған жалынды, сондай патриот, сондай тәртіпті, ана зияткерлік мектепке түскенін сондай мақтаныш сезінетін ол көрініп тұрады. Ол балаларда мүлдем басқаша оқиды, талпынысы, жетістікке жетудегі, оқуға түсудегі, ол жердегі баланың сезімі мүлдем басқа. Сондықтан қазір мысалы ата-аналар шырылдап маған жазып жатыр ғой, таңғы асын алып тастады, түстен кейінгі асын алып тастады. Мен сол мектептің бұрынғы директор ретінде сол 200 бала көз алдымда тұр. Айыспа алатын отбасының балалары мысалы таңғы асын олар қаяқтан ішеді? Сіз ойлаңызшы, Алматы қаласы мектепке жету үшін, сағат 8-дегі сабаққа жету үшін алып та шығу керек. Кем дегенде, оның 2 пересадкасы бар мысалы, тіпті пересадкасыз келгеннің өзінде бір 40-50 минуты оның тек қана жолға кетеді.